Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 73-ші сабақ 28-ші жаттығу. Суреттер бойынша мәтін мазмұнын болжа. Төменде бізде 3 сурет берілген. Бірінші суретте пирамиданың суреті бейнеленген. Ал екінші суретте 3 бидің мүсіні берілген. Үшінші суретте Абай Құнанбайұлының мүсіні бейнеленген. Демек, бұл мәтіннің мазмұны мүсіндер туралы. 29-шы жаттығу. Мерейдің ағасы Жандосқа жазған хатын оқы. Құрметті аға, мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Сондықтан Астанаға баруды жоспарлап отырмын. Астанадағы ғимараттарды көрсем деймін. Екеуміз қаланы бірге аралаймыз. Кездескенше сау бол, қарындасың Мерей. Ал енді балалар, төмендегі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Қалай ойлайсың, хат дұрыс жазылған ба? Менің ойымша хат дұрыс жазылмаған. Себебі Мерей хаттың басында ағасымен жөндеп амандасуы керек деп ойлаймын. Одан кейін өзінің жағдайын айту керек. Соңынан ағасымен дұрыс қоштасу сөзін жазу керек. Екінші сұрақ, нені өзгертіп, нені қосуға болады? Хаттың басына Мерейдің ағасымен дұрыс амандасып, одан кейін хаттың соңында дұрыс қоштасу сөзін қосуға болады. Хат жазғанда мына нұсқаулықты басшылыққа алып жаз, есіңе сақтап ал. Сәлемдесу сөзінің біреуге қаратып айтылуы. Өзің хат жазып отырған адамның хал жағдайын білу мақсатында сұрақтар қою. Өзің туралы әңгімелеу. Қоштасу сөздері. Хат жазып отырған адамның аты жөні. 30-шы жаттығу. Қайрат пен Гүлжан пілдің суретін салды. Суреттері әдемақ, бірақ олардың салғаны түрліше болып шықты. Суреттердің түрліше болу себебін дәлелде. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Неге Қайрат пен Гүлжанның пілдері екі түрлі болып шықты? Менің ойымша, Қайрат пен Гүлжанның пілдерінің суреті екі түрлі болып шығуы мынада деп ойлаймын. Қайрат пілді алдынан көріп отыр. Ал Гүлжан болса, пілді жанынан көріп суретін салды. Сол себепті олардың суреттері әртүрлі болып шыққан деп ойлаймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды балалар. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Және осы сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып сұрасаңыздар болады. Мен міндетті түрде оқып сіздерге жауап беретін боламын.